Бәріңізге сәлем. Бүгін бестің шайына арналған тәтті тоқаштар жасаймыз. Ол үшін ең алдымен ұн мен аштықны араластырып аламыз. Басқа ыдыста жұмыртқаға шекер, ванилин қосамыз. Сосын тұз салып, сүт пен күнбағыс майы және суды құйып тағы жақсылап араластырамыз. Массамызды ұнмен біріктіріп илейміз. Қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырымызды бірнеше майда бөліктерге бөліп, тағы 10 минутқа қоямыз. Менде 20 бөлік шықты. Енді қамырды қолмен жайып, бетіне ерітілген сары май жағып, 1 шай қасық шекер себеміз. Видеода көрсеткенімдей жүрекше форма шығарамыз. Табаға салып, бетіне жұмыртқа жағып, 170 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша шамамен 30 минутта пісіріп аламыз. Тоқаштарымыз дайын, керемет, тәп-тәтті болып шықты. Міндетті түрде жасап көріп, нәтижесін комментарийде жазып өтіңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.